Кез келген заманауи нарықтық экономика үшін инвестициялар мәселесі үлкен мәнге екені сөзсіз. Инвестиция кез келген экономиканың тартымдылығының, соның жаһандық нарықтағы бәсекеге қабілеттілігінің көрсеткіші. Инвестициялық климат ұғымы осыған байланысты. Осы немесе басқа экономикаға инвестиция салудың жалпы ниеті оның қаншалықты қолайлы екендігіне байланысты. Кеңес одағының ыдырауы миллиондаған адамдардың өміріне әсер етіп, бүкіл мемлекеттердің алдына бірқатар күрделі мәселелер қойды. Жаңа республикалардың басшылары еркін нарықтағы мемлекеттік жоспарлау оң шешім емес екенін түсінді. Реформаларды бастау туралы шешімдерді тез қабылдау қажет болды. Бірақ олардың нәтижесін болжау тек жоспарланған экономикада тәжірибесі бар кадрдан тұратын аппарат үшін қиын болып көрінді. Сондықтан бұрынғы үлгісін сақтап қалуды жөн көрген Беларусь, Түркменстан және Өзбекстан басшыларын түсінуге болады. Жоспарланған социалистік модельден қазіргі нарықтық қатынастарға көшу оңай болған жоқ. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев нарықтық реформалардың стратегиялық бағытын тұжырымдауды өз мойнына алды. Жаңа экономикалық жағдай билік үшін ғана емес, халық үшін де нағыз сынаққа айналды. Бірақ басқа посткеңестік республикалармен салыстырғанда Қазақстан өз дамуының күрделі кезеңінен тез өтті. 2000 жылға қарай ел экономика өсімінің көрсеткіштері 9,8%-ға жетті. 2-10 жылдық ішінде Қазақстан табысы орташа деңгейден жоғары елдер тобына кірді. Нарықтық экономиканы енгізу, сыртқы қаржыландыруға қолжетімділік сияқты кең мүмкіндіктер ашты. Тікелей шетелдік инвесторлар тәуелсіз Қазақстанның экономикалық дамуының қозғаушы күштерінің бірін айналуға тиіс болды. 1992 жылдың өзінде тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев экономика саласындағы стратегиялық мақсаттардың бірі ретінде шетелдік инвесторларды тарту және тиімді пайдалану деп белгілеген болатын. Елбасы тікелей Азия жолбарыстары деп аталатын шетелдік инвесторлардың арқасында жедел экономикалық өсуі орын алған елдер тобының тәжірибесіне әрқашанда тәнті болғанын атап өту маңызды. Олардың тәжірибесі белгілі бір мағынада шығыс мемлекеттерінде сәтті модернизация мен экономикалық реформаларды жүргізудің үлгісі ретінде қарастырылды. Қазақстан олармен салыстырғанда әлемдік мұхитқа тікелей шығу, халықтың шоғырлануы, еңбек ресурстары сияқты бәсекелестік артықшылықтарға ие болмаса да, біздің еліміздің даусыз артықшылықтары болды. Атап айтқанда, энергия ресурстарының үлкен қорларының болуы. Кеңес заманының өзінде республикада пайдалы қазбаларды өндіру саласы белсенді түрде дамыды. Бірақ КСРО Қазақстанның барлық ресурстық әлеуетін пайдалана алмады. Бұл бір жағынан өз технологияларының жоқтығымен түсіндірілсе, екінші жағынан Каспий теңізі акваториясында қара алтын өндірудің күрделі процесі айтарлықтай қаржыны талап етті. Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан әлемнің жетекші энергетикалық компанияларының бірімен келісімшарт жасасу процесін бастады. Мұнай өндірісінің салалы өсуі экономикалық қиындықтар жағдайында бюджеттің қосымша кірістерінің маңызды көзі ретінде қарастырылды. Сонымен қатар, американдық алып Шевронмен жасалған келісім жас республиканың инвестициялық тәуекелдерін едәуір төмендетіп, Қазақстан экономикасына инвестиция салуға мүдделі басқа да әлемдік компанияларға жол ашуы керек еді. Бірақ тарихтың өзі көрсетіп отырғандай, даму үшін мұнай ресурстарының болуы жеткіліксіз. Ойланбай қабылданған шешімдер мен биліктің тиімсіз саясаты мұнай секторының күрделі проблемаларына келуі мүмкін. Сондықтан, Шевронмен күрделі келіссөздерде Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке қасиеттері бірінші орынға шықты. Қазақстанның тұңғыш президентінің харизмасы мен сенімі сәтті нәтижеге ықпал етті. 1993 жылы әлемдегі ең ірі кен орындарының бірі теңіз кен орнын игеру бойынша көптен күткен ғасыр келісімшартына қол қойылды. 1998 жылы елбасының жарлығымен шетелдік инвесторлар кеңесі құрылды. Оған Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы консультативтік кеңесші орган мәртебесі берілді. Нұрсұлтан Назарбаев жыл сайынғы форматта өткізілетін осындай кездесулерде ағымдағы жағдайды, болашақ жобаларды, инвесторлардың проблемаларын және басқа да өзекті мәселелерді талқылады. Бүгінгі күні Қазақстан тікелей шетелдік инвестицияларды тарту мәселесінде айтарлықтай табысқа жетті деп сеніммен айтуға болады. Орталық Азияда Қазақстан сияқты халықаралық институттардың сеніміне ие болған ел жоқ және өңірдің басқа елдеріне мұндай қаражат инвестицияланбайды. 1993 жылдан бастап 2002 жылға дейінгі кезеңде республикаға 21 миллиард доллар инвестицияланды.
Бұл ТМД елдеріне салынған шетелдік салымдардың барлық көлемінің 3/1 құрады. Республика терең реформалар жүргізіп, мемлекеттік құрылыспен айналысқан күрделі кезеңде сыртқы ақша ағыны ерекше маңызды болды. Бұдан әрі тікелей шетелдік инвестициялардың көрсеткіштері ұлғая түсті. Тәуелсіздік жылдарында ел экономикасына шамамен 350 миллиард доллар жұмсалды. 2018 жылы республиканың бүкіл жалпы ішкі өнімі құрылымында тікелей шетелдік инвестициялардың үлесі 14,5% құрады. Егер бастапқы кезеңде инвестициялар көбінесе өндіруші секторға бағытталса, уақыт өте келе бұл динамика өзгере бастады. 2019 жылға қарай өңдеу өнеркәсібіне 3,5 миллиард доллар, саудаға 3 миллиард доллар, көлік пен қоймаға 1,1 миллиард доллар. Дүниежүзілік банк жыл сайын жасайтын бизнес жүргізудің жеңілдігі индексіне сәйкес 2020 жылы Қазақстан 190 елдің ішінде 25-ші орынды иеленді. Объективті тұрғыдан айтқанда, Қазақстан үшін бүгінгі экономикалық табыстарға шетелдік инвестициялар факторынсыз қол жеткізу қиын болар еді. Бұл Нұрсұлтан Назарбаевтың өткен ғасырдың 90-шы жылдарының басында қабылдаған шешімдерінің стратегиялық дұрыстығын көрсетеді.